тұрсың? Соңғы кезде шаршап жүрмін. Жұмысқа зауқым жоқ, ішімде үнемі ауыртпашылық бар. Мүмкін шаршаған боларсың. Жұмысының бәрі телефонмен байланысты емес пе? Тоқтаусыз қарбалас, бәріне ұнау керексің. Мінсіз болудан шаршадым. Әлсіз болып та көрінгім келмейді. Ойлашы, әлемде миллиард адам бар, мен неге жалғызбын? Бірақ қазір өмірімде бір қуаныш бар. Жақында интернетте біреумен таныстым. Қазір бәрі сөйтеді емес пе? Кім ойлаған мен де басыма келеді деп? Ой, ондайға сенбеймін. Бірақ кім ол? Не дейді? Қалай танысыпсыңдар? Мен оның суретіне лайк басып едім, өзім маған бірінші жазды. Бастысы мені түсінеді, мұқият тыңдайды, кеңестермен бөліседі. Ассаламуалейкум, сестра дейді. Сонысына қарағанда діндар сияқты. Тіпті маған үйленгісі келетінін айтты. Ханшайымым деп сөйлейді. Сондай романтик. Жұмыс істемейсің, бағып қағамын дейді. Өзіңнің қалағанын істейсің дейді. Сен сөйтіп шаршап жүрген кезде бағып қағам дейтін достарыңа ғашық болып жүр екенсің ғой. Қойш, мен ондай қыз емеспін. Бірақ онда сөздердің жаны бар ғой. Ол үшін ең бастысы ақырет. Біз күнделікті қарбаласта оны ұмытамыз. Светский болмау керек. Дұрыс киінбейміз дейді. Онда сөздің жаны бар. Түсінбедім. Кім зайырлы? Сен замана қалмай келе жатқан қыз емессің бе? Сен онсыз да дұрыс өмір сүріп жүрсің ғой. Сөздерінде депрессияның белгілері байқалынады. Бұндай жағдайда интернетте бейтаныс адаммен танысу қауіпті. Жоқ, біз дұрыс киінбейміз. Музыка тыңдаймыз. Ер адамдар бар жерлерге барамыз. Театр, кино, кафелерге барамыз. Бұның бәрі дұрыс емес дейді. Түсіндім. Сенің жаңа танысың діни радикалды ағымның өкілі. Вербовщик? Сестра, мен қайда жұмыс істейтінімді ұмыттың ба? Мен де мұсылманмын. Бірақ ешкімді дінге зорлап, қысым көрсетіп әкелмеймін. Біздің дініміз ондайға үйретпейді. Маған бәрін ретімен түсіндірші. Қорқып кеттім, сұрағым көп. Хижра, жихад, шахид деген не? Өкінішке орай қасиетті кітап аяттарын бұрмалап, пайғамбарымыздың хадистерін өзгертетін топтар бар. Олар дін жөнінде жалған айтып, адамдарды шатастырады. Ал әлемдегі 1 миллиард 800 миллион мұсылман басқаша айтады. Қысқасы, олар исламды бұрмалаған түрде көрсетеді. Мәтінді діни мағыналарды өздеріне пайдалы етіп өзгертеді. Мысалы, Даиш сияқты ұйымдар исламды зорлық діні ретінде көрсетіп, әлемде исламофобия тудырады. Бірақ ислам ондай дін емес. Не? Вербовка туралы естуші едім, қалайша алдан қалған ма? Өйткені сене депрессия, шаршағансың. Оданша психологқа бар. Саған емес секілді досың жетіспеді ме? Қойш. Қалқам, депрессия үстінде жүргенде интернет арқылы бейтаныс адамдардан көмек іздеген дұрыс шешім емес. Құрбым, қазір өмірінде қандай қиыншылықтар болып жатыр? Маған ашық айтшы. Біреулер зайырлық деп айтар, бірақ ол да еркіндік. Ал еркіндік біздің басты валютамыз. Оны қалай жұмсайтынымыз және қашан жұмсайтынымыз тек біздің ғана шешім. Дінге әркім өз уақытында, өз пейішіне жазылған сәтте күштеусіз келуі ең жақсы жол деп ойлаймын. Сондықтан біліп жүр, сен еркін адамсың. Сол еркіндігіңді бағала, шүкір де. Өмір деген тамаша.